Бұл кішкентай ақ таблетка жыл сайын миллиондаған адамның өмірін сақтап қалады. Бірақ дәл осы дәрі кейбір адамдар үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Неге біреулер аспиринді күн сайын ішеді, ал енді біреулерге оны мүлде қабылдауға болмайды? Аспирин шынымен қанды сұйылтады ма? Безеуге жағуға болады ма? Жүрекке пайдалы ма, әлде зиян ба? Бүгін біз аспирин туралы барлық шындықты бірге білетін боламыз. Бұл видеоны соңына дейін көріңіз, себебі бүгін біз аспириннің тарихынан бастап, ағзаға қалай әсер ететінін, қай кезде пайдасы барын, кімдерге қауіпті екенін және халық арасында кең тараған мифтердің қаншалықты рас екенін толық талқылаймыз. Алдымен аспириннің тарихынан бастайық. Аспирин әлемдегі ең танымал дәрілердің бірі. Оның тарихы 100 жылдан да ұзақ уақытқа созылады. Бірақ бұл дәрінің тарихы зауыттан емес, табиғаттан басталған. Ежелгі Египет, Грекия және Қытай емшілері тал ағашының қабығын қызуды түсіру және ауырсынуды басу үшін қолданған. Олар оның нақты қалай әсер ететінін білмесе де, тал қабығы адамның жағдайын жақсартатынын байқаған. 19 ғасырда ғалымдар тал қабығынан салицин деп аталатын затты бөліп алды. Кейін осы заттың негізінде ацетилсалицил қышқылы жасалды. Бұл жаңа түрі бұрынғыдан тиімді әрі асқазанға аздау тітіркендіргіш болды. 1899 жылы Германияның Байер компаниясы бұл дәріні аспирин деген атаумен шығарып, бүкіл әлемге таратты. Осыдан кейін аспирин медицинадағы ең маңызды дәрілердің біріне айналды. Бүгінде аспирин әлемнің көптеген елдерінде қолданылады. Жыл сайын миллиардтаған таблетка өндіріледі. Ол ауырсынуды басатын дәрі ғана емес, жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алуды да маңызды орын алады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы аспиринді негізгі дәрілік заттардың қатарына енгізген. Бұл оның медицинадағы маңызын көрсетеді. Бірақ аспирин барлық адамға бірдей жарай бермейді. Біреуге пайдасы тисе, екінші адамға зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан оны қалай және қашан қолдану керектігін білу өте маңызды. Келесі, ағзада аспирин қалай жұмыс істейді? Аспирин ағзаға түскеннен кейін қабынуға жауап беретін арнайы заттардың түзілуін азайтады. Сол себепті ауырсыну бәсеңдеп, дене қызуы төмендейді. Мысалы, тұмау немесе суық тиген кезде ағзада қабыну процесі жүреді. Сол кезде бас ауырады, бұлшықет сырқырайды, дене қызуы көтеріледі. Осындай жағдайда аспирин осы белгілерді уақытша жеңілдетуге көмектеседі. Көп адам аспирин қанды сұйылтады деп ойлайды. Негізінде ол қанды сұйылтпайды. Ол қан құрамындағы тромбоциттердің бір-біріне жабысып, ұйындылар түзуін тежейді. Сондықтан қан тамырында тромбтың пайда болу қаупі азаяды. Осы қасиетінің арқасында аспирин кейбір адамдарда инфаркт пен инсульттің қайталану қаупін төмендетуі үшін қолданылады. Бірақ бұл әсердің екінші жағы да бар. Қанның ұюы баяулағандықтан қан кету қаупі артады. Сондықтан аспиринді дәрігердің кеңесінсіз ұзақ уақыт қабылдау дұрыс емес. Аспириннің әсері қабылданғаннан кейін шамамен 20-30 минут ішінде басталады. Ал тромбоциттерге әсері бірнеше күнге дейін сақталуы мүмкін. Келесі, аспириннің медицинада қолданылуы. Аспирин медицинада әртүрлі мақсатта қолданылады. Ең алдымен ол бас ауруын жеңілдету үшін пайдаланылады. Әсіресе қабынумен немесе дене қызуымен байланысты ауырсынулар кезінде тиімді болуы мүмкін. Сонымен қатар, тіс ауырғанда, бұлшықет пен буын ауырғанда да дәрігердің немесе нұсқаулықтың ұсынысына сәйкес қолданылуы мүмкін. Тұмау немесе басқа инфекциялар кезінде дене қызуы көтерілсе, аспирин қызуды уақытша түсіруге көмектеседі. Бірақ балалар мен жасөспірімдерге вирустық инфекция кезінде берілмейді. Аспириннің ең маңызды қолданылу салаларының бірі жүрек-қан тамырлары аурулары. Мысалы, инфаркт болған адамға дәрігер аспиринді ұзақ уақытқа тағайындауы мүмкін, себебі ол қан ұйындыларының қайта түзілу қаупін азайтады. Инсульттің кейбір түрлерінен кейін де дәл осындай мақсатпен қолданылады. Егер адамға жүрекке стенд қойылса, немесе кейбір қан тамырларына операция жасалса, аспирин басқа дәрілермен бірге тромбтың алдын алу үшін беріледі.
Сондықтан аспирин қарапайым ауырсынуды басатын дәрі ғана емес, дұрыс қолданылған жағдайда өмірді сақтап қалуға көмектесетін маңызды дәрі. Бірақ оны тек көрсеткіш болған кезде және маманның кеңесімен қабылдау керек. Халық арасында аспиринді қалай қолданады? Аспирин тек дәрі ретінде ғана емес, тұрмыста да түрлі мақсатта қолданылып келеді. Кейбір әдістердің ғылыми негізі болса, кейбірі халық арасында тараған кеңестер ғана. Енді солардың әрқайсысына тоқталайық. Көптеген адамдар аспирин таблеткасын езіп, аздап сумен араластырып, беттегі безеуге жағады. Олар аспирин қабынуды азайтып, қызаруды басады деп есептейді. Шынында аспириннің құрамындағы зат қабынуға қарсы әсер ете алады. Сондықтан кейбір адамдарда қызару уақытша азаюы мүмкін. Бірақ бұл әдістің тиімділігі туралы сенімді ғылыми дәлелдер жеткіліксіз. Сонымен қатар сезімтал, теріде күйдіру, құрғату немесе аллергиялық реакция болуы мүмкін. Табанның қатты терісін жұмсартуға да көмектесуі мүмкін. Кейбір адамдар бірнеше аспирин таблеткасын ұнтақтап, лимон шырынымен араластырып, табанға жағады. Мұндай әдіс қатты теріні уақытша жұмсартуы мүмкін. Алайда бұл медициналық емдеу тәсілі болып саналмайды. Терісі жұқа немесе жарасы бар адамдарға мұндай әдіс зиян келтіруі мүмкін. Келесі әдіс шашқа жағу. Интернетте аспиринді сусабынға қосса, шаш жылтырайды деген кеңес жиі кездеседі. Бірақ мұны растайтын сапалы ғылыми зерттеулер жоқ. Керісінше, жиі қолдану бас терісін құрғатып, тітіркендіруі мүмкін. Келесі әдіс гүлдердің суына салу. Кейбір адамдар гүл ұзақ тұрсын деп суына аспирин қосады. Бұл әдіс ондаған жылдар бойы қолданылып келеді. Дегенмен, зерттеулердің нәтижесі біркелкі емес. Кейбір гүлдерде аздап әсері байқалса, басқаларында ешқандай айырмашылық анықталмаған. Яғни, бұл дәлелденген әдіс емес. Келесі әдіс киімдегі тер дағын кетіру. Ұнтақталған аспиринді жылы суға ерітіп, киімнің тер дағына жағатын адамдар бар. Кейбір жағдайда дақтың ағаруына көмектесуі мүмкін. Бірақ қазіргі заманғы дақ кетіргіш құралдар әлдеқайда тиімді әрі қауіпсіз саналады. Тағы да бір әдіс бұл маса шаққан жерге жағу. Кейбір адамдар аспиринді сумен араластырып, қышып тұрған жерге жағады. Ғылыми дәлелдері өте аз, ал кейбір адамдарда керісінше теріні тітіркендіруі мүмкін. Тағы да бір әдіс өсімдіктерге шашу. Бағбандар арасында аспирин өсімдіктің иммунитетті күшейтеді деген пікір кең таралған. Шынында кейбір зертханалық зерттеулерде салицил қышқылы өсімдіктің қорғаныс механизмін белсендіретіні байқалған. Бірақ үй жағдайында аспирин ерітіндісін шашудың нақты пайдасы дәлелденбеген. Тағы да бір әдіс қияр консервіленгенде қолдану. Кейбір үй шаруасындағы адамдар қиярдың қытырлақ болуы үшін немесе ұзақ сақталуы үшін аспирин қосады. Бұл бұрыннан келе жатқан халықтық әдіс. Дегенмен қазіргі тағам қауіпсіздігі мамандары консервілеуде арнайы рецептураны сақтауды ұсынады. Аспирин консервант ретінде ресми түрде ұсынылмайды. Және көп қыздардың қолданатын әдісі бетке маска жасау. Интернетте аспириннен жасалған бет маскалары өте көп. Олар теріні ағартады, безеуді кетіреді, әжімді азайтады деп айтылады. Алайда, мұндай әсерлерді дәлелдейтін сенімді ғылыми зерттеулер жоқ. Керісінше, кейбір адамдарда химиялық күйік немесе аллергиялық реакция пайда болуы мүмкін. Сондықтан дәрігер аспиринді косметикалық құрал ретінде қолдануға кеңес бермейді. Көріп отырғанымыздай, аспиринге қатысты халық арасында тараған кеңестер өте көп, бірақ олардың басым бөлігі ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген. Егер аспирин тек сыртқа жағылса да, оның қауіпсіз екеніне толық кепілдік жоқ. Сондықтан мұндай әдістерді қолданбас бұрын маманның кеңесін алған дұрыс. Келесі бөлімде аспирин туралы кең тараған мифтер туралы айтатын боламыз. Аспирин төңірегінде көптеген аңыздар мен қате түсініктер бар. Кейбіреуі ондаған жылдар бойы айтылып келеді. Енді ең жиі кездесетін мифтерге тоқталайық. Бірінші миф – аспиринді күнде ішсең жүрек ауырмайды. Бұл ең көп тараған мифтердің бірі.
Бұрын дәрігерлер кейбір адамдарға алдын алу мақсатында аспирин ұсынған, бірақ қазіргі халықаралық ұсынымдарға сәйкес жүрек қан тамырлары ауруы болмаған адамдарға аспиринді өз бетінше күн сайын қабылдау ұсынылмайды. Өйткені оның пайдасынан гөрі асқазаннан немесе басқа ағзалардан қан кету қаупі басым болуы мүмкін. Екінші миф: аспирин қанды сұйылтады. Бұл сөзді бәріміз естиміз. Шын мәнінде аспирин қанды сұйылтпайды. Ол тромбоциттердің бір-біріне жабысып, қан ұйындыларын түзуін тежейді. Сондықтан медицинада қан ұюын төмендетеді деген анықтама қолданылады. Үшінші миф: аспирин тұмауды емдейді. Жоқ, аспирин вирусты жоймайды және тұмауды да емдемейді. Ол тек қызуды төмендетіп, ауырсынуды уақытша басады. Төртінші миф: неғұрлым көп ішсең, соғұрлым тез әсер етеді. Бұл өте қауіпті пікір. Артық мөлшерде қабылдау асқазаннан қан кетуге, құлақтың шулауына, жүрек айнуына, тыныс алудың бұзылуына, тіпті ауыр улануға әкелуі де мүмкін. Бесінші миф: аспирин зиянсыз дәрі. Әрине жоқ, бұл дәрі дұрыс қолданылғанда өте пайдалы болуы да мүмкін, бірақ дұрыс емес жағдайда ауыр асқынулар туғызуы мүмкін. Сондықтан аспиринді қарапайым витамин сияқты қабылдауға болмайды. Аспирин медицинадағы ең пайдалы әрі ең көп зерттелген дәрілердің бірі, бірақ оның тиімділігі де, қауіпсіздігі де оны дұрыс қолдануға байланысты. Сондықтан өз бетіңізше емес, қажетті жағдайда және медицинада маманның кеңесімен қабылдау ең дұрыс шешім болады. Енді аспириннің жанама әсерлеріне тоқталайық. Кез келген дәрі сияқты аспириннің де жанама әсерлері бар. Сондықтан оны қауіпсіз дәрі деп ойлап, өз бетінше ұзақ уақыт қабылдау дұрыс емес. Ең жиі кездесетін жанама әсер асқазанның тітіркенуі. Кейбір адамдарда қыжыл, асқазанның ашуы немесе ауырсынуы пайда болады. Егер аспиринді ұзақ уақыт немесе жоғары дозада қабылдаса, асқазанның қорғаныш қабаты зақымдалып, жара пайда болуы ықтимал. Тағы бір маңызды қауіп қан кету. Кейбір адамдарда аспиринге аллергиялық реакция дамиды. Ол терінің бөртуі, қышынуы, ісінуі немесе тыныс алудың қиындауымен көрінуі мүмкін. Мұндай жағдайда дәріні дереу тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз. Демікпесі бар адамдарда аспирин кейде бронхтың тарылуын туғызып, демікпе ұстамасын қоздыруы мүмкін. Сондықтан мұндай науқастар аспиринді дәрігердің кеңесінсіз қабылдамағаны дұрыс. Артық мөлшерде қабылдағанда құлақтың шулауы, бас айналу, жүрек айну, құсу, тіпті ауыр улану белгілері байқалады. Ұзақ уақыт бойы жоғары дозада қолдану кейбір адамдардың бүйрек қызметіне кері әсер етуі ықтимал. Сирек жағдайда бауырдың да зақымдануы мүмкін. Ал балаларға қатысты ең қауіпті асқынулардың бірі Рей синдромы. Бұл сирек кездесетін, бірақ өмірге қауіп төндіретін ауру. Сондықтан вирустық инфекция кезінде балаларға аспирин берілмейді. Аспирин пайдалы дәрі болғанымен, оны дұрыс қолданбау ауыр асқынуларға әкеледі. Енді біз аспириннің кімдерге болмайтынын талқылайық. Аспирин барлық адамға бірдей жарамайды. Кейбір адамдар үшін ол қауіпті болуы мүмкін. Ең алдымен аспиринді 16 жасқа дейінгі балаларға вирустық инфекциялар кезінде қолдануға болмайды. Себебі бұл Рей синдромының даму қаупін арттырады. Және жүкті әйелдерге де аспиринді өз бетінше қабылдау ұсынылмайды. Кейбір ерекше жағдайларда дәрігер аз дозада тағайындауы мүмкін, бірақ бұл тек медициналық көрсеткіш болғанда ғана жасалады. Әсіресе жүктіліктің соңғы айларында өздігінен қабылдау қауіпті болады. Асқазан немесе 12 елі ішек жарасы бар адамдарға аспиринді сақтықпен қолдануған дұрыс. Қорытындылай келе, аспирин медицина тарихындағы ең маңызды дәрілердің бірі. Ең бастысы интернеттен немесе таныстардың кеңесінен бұрын дәлелді медицинаға сүйеніңіз. Дәріні дұрыс қолдану денсаулықты сақтаудың маңызды бөлігі. Егер бүгінгі видео сізге пайдалы болса, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Пікірге келесі қай дәрі туралы толық ақпарат көргіңіз келетінін жазыңыз. Денсаулығыңызға бейжай қарамаңыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.